Кайдзеннің пайда болу және даму тарихы. Үздіксіз даму үдерісі әуелі Америка құрама штаттарында пайда болған. Оны алғашында тек өндірісті дамытуға арналған менеджмент стратегиясы ретінде қолданған. Ал мұндай стратегияға қажеттілік Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде пайда болған. Франция фашистік Германиядан жеңілген соң, Америка құрама штаттарының басшылары өзінің одақтастарына үлкен көлемде қару-жарақ пен техника қажет екенін түсінеді. Осылайша, қару-жарақтың санын да сапасын да арттыратын жаңа жүйеге көшуге ниеттенеді. Әрине, соғыс жүріп жатқандықтан уақыт тығыз болды. Бұл тапсырманы орындау үшін білікті менеджерлердің көмегі қажет еді. Алайда тайм-менеджментті меңгерген тұлғалардың дені әскерге аттанып кеткендіктен мұндай мүмкіндік болмады. Осындай қиын-қыстау кезеңде Американың үкіметі өндірісті үйрету тренингі, ағылшынша тренинг Vision Industries атты басқарушылар курсын ұйымдастырды. Аталмыш курс радикалды өзгерістерге бой алдырмай, тек қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін бұрыннан қалыптасқан жүйені дамытуға бағытталды. Өндірісті үйрету курсы қатысушы менеджерлерді үздіксіз кемелдендіруге бейімдеді. Ол үшін менеджерлерге жаңа бөлім немесе жаңа құрал-жабдық орнатудың, жаңа жоспар құрудың, жаңа жүйе енгізудің орнына жетілдіруге тиісті ұсақ-түйек шаруалар тапсырылды. Себебі жаңа жүйе енгізуге тіпті ондай маңызды мәселені көтеруге немесе талқылауға уақыт тығыз еді. Өндірісті үйрету курстары қолда бар құрал-жабдықты жұмыс орнын және жұмыс күшін көбейтудің орнына жетілдіру керек дегенді үйретті. Өндірісті үйрету әдісінің сол кезеңдегі ең алғашқы жақтаушысы әскери дайындық режимінде қызмет көрсеткен сапаны бақылау командасының статист маманы доктор Эдвард Деминг те болды. Доктор Деминг менеджерлерге өндірісті жетілдіру үшін курста үйренген даму жүйесін компаниядағы әрбір қызметке үйрету керек екенін түсіндірді. Ол өнеркәсіптегі өнімділікті арттыру үшін қызмет барысындағы әрбір ұсақ-түйек мүмкіндіктің бәрін қарастыруды лауазымды басшыдан бастап қатардағы қарапайым жұмысшыға дейін үйретуді талап етсе, пайдалы әсер коэффициенті өсетініне сенімді болды. Осыған байланысты Америкадағы әрбір өндіріс орнында жұмысшылар өндірісті жетілдіруге қатысты ұсынысын ашық білдіре алатын арнайы жәшік орнатылды. Басшылар қызметкерлердің пікірімен санасып, әр хатты мұқият оқуға міндеттелді. Алғашында бұл үрдісті ешкім қабылдай қоймады. Тіпті мұны қажетсіз, бос әурешілік санаған басшылар да, қызметкерлер де кездесті. Алайда кайдзен ережесі бойынша барлығы ақырындап орындала бастады. Күн сайын, сәт сайын қарыс қадам жасау арқылы аз уақыттың ішінде Америка құрама штаттарының өнеркәсібі күрт көтеріліп, ел экономикасы қарыштап дамыды. Америкалық әскери қару-жарақтың сапасы артты, оны өндіру 2 есе жылдам жүрді. Сапа мен жылдамдық америкалық қару-жарақ өндірудің басты артықшылығы саналды. Алайда қазір кайдзен бүкіл әлемге жапон философиясы ретінде танымал, себебі бұл стратегияны адами құндылық жағынан дамытып, кемелдендірген жапондар еді. 1000 шақырымға бастайтын жол алғашқы қадамнан басталады. Лао Цзы. Жапония Екінші дүниежүзілік соғыста ойсырай жеңілгені белгілі. Жеңілген ел ретінде Жапония толық капитуляцияға қол қойды. Соғыстан кейінгі жылдары бұл елдегі өндірістің ахуалы өте нашар еді. Ұжымдық мәдениет те мақтанарлық жағдайда болмады. Менеджмент жолға қойылмаған, ал қызметкерлер арасында әскери патриоттық рух қалмағанды. Осы тұста Америка Жапонияға көмек ретінде өндірісті үйрету жүйесін ұсынады. Америкалық генерал МакАртур Дуглас Жапон өндірісіндегі өнімділікті арттыру үшін іскерлік стандарттарды енгізу керегін түсінеді. Ол Жапон экономикасы мен өндірісінің гүлденуіне шынымен мүдделі еді. Себебі мықты әрі тұрақты Жапон қоғамы Америка үшін Солтүстік Корея мен КСРО тарапынан болып тұратын қоқан-лоққыға сенімді қорған бола алатын. Оның үстіне Жапон өндірісі Американың әскерін барлық жағынан тұрақты қамтамасыз ететін қайнар көз еді. Дуглас МакАртур өндірісті дамыту үшін мықты мамандарды Жапонияға жібереді. Мыңдаған жапондық арнайы курстан өтіп, жүйені толық меңгеріп шығады. Осылайша Америкада пайда болған өндірісті үйрету енді Жапонияның дамуына ықпал ете бастады. Соғыстан кейін Жапонияның өндірістік базасы түгел жойылған еді.
бірақ жылдам әрі ауқымды қайта ұйымдастыру жасауға ресурс жетіспеді. Жергілікті жапон бизнесмендері америкалық технологияға тәуелді екенін мойындағысы келмегенімен жаңа жүйенің тиімді екенін түсіне бастады. Сондықтан олар өндірісті қайта жаңғырту лекцияларын мұқият тыңдады. Бір қызығы, бұл идеяны жапондықтар оп-оңай бойына сіңіріп алады. Курсты аяқтаған жапондар америкалықтар күткеннен де жоғары нәтиже көрсетті. Себебі тәртіпке бағыну, адами құндылықтар мен төзімділік, үнемділік жапондардың қанына сіңген қасиет еді. Соғыс аяқталған соң Америкада доктор Демингтің өндірісті дамыту стратегиясы ұмытыла бастады. Себебі ақш-та өндірістің бәрі бұрынғы қалпына келіп дамып кеткен еді. Ал Жапонияда бұл тамыр жая бастаған ұжымдық мәдениет пен өндірістің өзегіне айналды. 1950 жылдардың аяғына таман Жапонияның ғалымдар мен инженерлер одағы доктор Эдвард Демингті, 1954 жылдардың басында сапа қадағалау докторы Джозеф Джуранды экономикалық тиімділік және нәтижеге жету мәселелері бойынша кеңес беру үшін елдеріне шақыртады. Жапондықтар бұл кезде өндірісті дамытуға арналған стратегияны өз беттерінше жетілдіру үдерісін бастап кеткен болатын. Осылайша 2 рет атом бомбасынан зардап шеккен ауыл шаруашылығы мен кәсіпорындары тып-типыл боп күйреген, бірнеше елге орасан зор мөлшерде айыппұл төлеуге мәжбүр болған, бас көтере алмастай дағдарысқа ұшыраған Жапонияның аз уақыт ішінде экономикасы түзеліп қана қоймай, тіпті әлемдегі ең озық елге айналады. Жапонияның тез арада еңсесін тіктеуіне басты себеп Маршалдың дағдарыстан шығу жоспары мен ақш-тың қаржылық көмегі және әрине өндірісті дамыту стратегиясы. Тарихқа көз жүгіртсек, Жапонияның соғыстан кейін аса алып мемлекетке айналғанын көреміз. Мемлекет 5 түрлі қайта құру сатысынан өтіп қана қоймай, сан алуан өндіріс салаларында мықты бәсекелеске айналды. Ол сатылар мынандай: ақш пен Еуропадан импортталған кең ауқымдағы технологияларды меңгеру, еңбек өндірісін көтермелеу, компанияны бұған дейін болмаған биікке көтеру. ақш-тан келген доктор Деминг пен доктор Джуранның идеясының әсерімен бүкіл елге кең таралған сапаны арттыру бағдарламасын қабылдау, өндірісті мейлінше икемді деңгейге жеткізу, көп ұлтты корпорациялар жасақтау. Шетелдік технологияны өте сәтті меңгеріп, өнім өндірудің жоғары көрсеткішіне жетіп, сапаны арттырған жапон өндірісінің басты мақсаты икемді технологияларды меңгеру болды. Бұл дегеніміз аз уақытта өндірісті қайта құрып үлгеру деген сөз. Нарық пен тұтынушының талабына сай сұранысты өзгертіп отыру. Жапонияның аз уақытта көз ілеспес жылдамдықпен дамып кеткеніне дәлел ретінде мыналарды келтіруге болады. 1962 жылы, яғни соғыстан 17 жыл өткен соң, Жапонияда пойыздар сағатына 200 шақырым жылдамдықпен жүре бастады. Токио 1964 жылы соғыстан 19 жыл өткен соң 17-ші Олимпиада ойындарын өткізді. Жапонияның көлік жасау өндірісі әлемдегі үздік брендтерді басып озды. Өндірісті үйрету стратегиясының Жапонияда дұрыс жүзеге асуына жапондардың ұлттық мінезі, еңбекқорлығы, тәртіпке бағынуы, басшылардың сөзін екетпеуі, ұқыптылық, үнемділік, төзімділік, өзін-өзі реттеу секілді қасиеттері оң ықпалын тигізгенін атап өтпеуге болмайды. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды. Бауыржан Момышұлы. Соғыстан кейін Toyota компаниясы өте батыл тәжірибе жасауды көздейді. Компаниядағы дарынды инженерлердің бірі Таити Оно жинақтау конвейеріндегі негізгі ережеге сәл өзгеріс енгізеді. Бұрын компания шығаратын көліктер бірдей үдерістен өтетін. Әдетте әр жұмысшы өзіне берілген міндетті ғана атқарып, басқаның қателігі үшін өзін жауапты санамайтын және тек өзіне міндеттелген жұмысты істейтін. Ал өндіріс кезінде болған қателікті ең соңында конвейердің сапасын бақылап тұратын нұсқаушылар ғана байқайтын. Бұл кезде сапасыз өнім мен ысыраптар өте көп орын алатын. Ал Таити Оно конвейердің бойына қызыл бау тағып, жаңа ереже енгізеді. Бұдан былай өндіріс кезінде қателікті байқаған кез келген қызметкер немесе жұмысшы сол қызыл бауды көру арқылы өндірісті тоқтатып, қателік пен кемшілікті талдап,
мәселені дер кезінде шешуге міндеттеледі. Алғашында кейбіреулер мұны уақыт ысырабы, өндірісті төмендету деп түсініп қарсы шықты. Тіпті мұны өндіріс жеделдігіне жасалған қастандық деп бағалағандар да кездесті. Әрине, қарап тұрсақ, әр жұмысшы болмаша қауға бола қызыл бауды көріп конвейерді тоқтата берсе, компанияның өнім өндіру жылдамдығы баяулайтыны белгілі. Алайда уақыт ысырабы арқылы компания өндірісі қателіктер мен ақаулардан арылып, тек сапалы өнім шығаратын болды. Осылайша дәстүрлі әрекеттерге қарамастан Таити оны жаңа тәсілді енгізіп, бұл әдіс көлік шығарушылар үшін ең тиімді болып шықты. Өнім дайын болмай тұрып, ақауларды анықтау, оларды дайын өнімде болдырмауға қол жеткізілді. Осылайша кайдзен Toyota өндірістік жүйесінде америкалық құралдармен жұмыс істеу арқылы дамып, жаңа сатыға көтерілді. Таити оны Генри Фордты шабыттандырушы тұлға деп есептеледі. Себебі Генри Форд өз өмірбаянында өндірістің мақсаты кедергілерді жою арқылы жаңа технологияларды ойлап табу және тауардың бағасын осы арқылы төмендету деп көрсеткен болатын. Уақыт өте келе жапондар Америкадан әкелінген стратегияны тек өндірісте ғана емес, өмірдің барлық саласында қолдана бастады. Олар бұл әдісті тек технология ретінде емес, қарым-қатынасты, тайм менеджментті реттейтін құрал, тіпті философиялық мәні бар тұжырымдамаға айналдырды. Дегенмен жапондардың өмір салтына айналған бұл менеджмент тек 1986 жылы Масааки Имаи ағылшын тілінде кітап шығарғаннан кейін ғана бүкіл әлемге белгілі болды. Бұл кітапта автор кайдзенді кәсіпорында туындаған мәселелерді, қызметкерлердің кемшіліктерін немесе қателіктерін жазаламай, ұрыспай, сөгіс жарияламай, айыппұл салмай, қателігін қайталамауға ынталандыратын еңбек мәдениеті деп түсіндіреді. Осылайша кайдзен деп аталатын терминнің және жинақталған жапон философиясының авторы ретінде Масааки Имаиді атайтын болды. Оның айтуынша кайдзен өмірде кездесетін барлық құбылысты, жеке өмір, мінез, жұмыс, дағдылар, тағы да басқа үздіксіз біртіндеп жақсартуға негізделген жапон философиясы. Кайдзенді дағды айналдырған жапондар кез келген жұмысты, қызметті, тіпті ол қарапайым лауазым иесі болса да өркендетуге ұмтылады. Олар ешқашан бұл жұмыс немесе қызмет, лауазым маған лайық емес, мен бұдан да жақсы қызметке лайықпын, неліктен менің жалақым соншалықты аз деген сұраққа бас ауыртпайды. Жапондар тағдырға, өзгелерге налымайды, сылтау айтпайды. Олар еш нәрсеге қарамастан өз білігі мен дағдысын, құралдары мен тәсілдерін, жұмысын үздіксіз жақсарта береді, жетілдіре түседі. Жапондардың жетістігінің сыры да осы. Кайдзеннің екі анықтамасы бар. Біріншісі, әдетті, үдерісті, өнімді жақсарту үшін қарыс қадам тәсілін қолдану, ал екіншісі, жаңа өнім немесе өнертапқыштықты тудыратын, шабыт сыйлайтын, сәтті, ұтымды қолдану. Масааки Имаидан кайдзенді компанияға енгізудің алғышарты қандай деп сұрағанда, ол былай деп жауап берген. Бірінші алғышарт басшылықтың ниеті мен ықыласы, екіншісі басшылықтың ниеті мен ықыласы, және үшіншісі де басшылықтың ниеті мен ықыласы. Демек, бұл арқылы кайдзен жүйесі нәтижелі болу үшін басшылық пен менеджменттің компания жұмысын жақсартуға толығымен мүдделі болуы керектігін айтқысы келеді. Басшылар өзгерістерді өзінен бастап, содан кейін ғана қол астындағы қызметкерлерден өзгеруді талап етуі керек. Кайдзен философиясын кәсіпорындарда тек осындай жолмен ғана жүзеге асыруға болады. 1990 жылдары кайдзен философиясы ақырындап Америкаға ене бастайды. Бастапқыда кайдзен көбіне бизнестің жоғары технологиялық қолданбалы бағдарламаларында қолданылды. Көпе киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын деп Мұқағали ақын айтқандай, жапондар Американың өндірісті дамытуға арналған стратегиясын жақсы меңгеріп, оған адами құндылықтарды қосып, дамытып, өздеріне қайтарды. Ал кайдзеннің Америка құрама штаттарында дамуына Джеймс Бумик пен Джеффри Лайкер үлкен үлес қосты. Кейін бұл философияны Lean Production деп атады. Lean сүттің қаймағы деген мағына береді. Ал 2000 жылдары кайдзен Ресейге келді. Оны алғаш түсіндірген және насихаттаған Юрий Адлер еді. Ол кайдзенді бережливое производство, яғни үнемді өндіріс деп аударды. Осылайша 20 ғасырдың басында пайда болған
кайдзен бүкіл әлемге таралуда.